мына әнмен жүрегім тез соғып кеткен сияқты. Барлықтарыңызға, құттықтауларыңызға үлкен рахмет айтамын. Енді бүгін осы сахнада осы сетевой бизнесті маған ұсынған осы бизнестегілердің тәлімгерлерім ең бірінші өзім әпкем Луиза Орметоваға үлкен алғыс айтамын. Және жоғарғы тәлімгерім изумрудный директор Құрманай ханым, және компанияның басшысы Өтебаев Изабек мырза. Бұл кісілер менің тек бизнестегі ғана тәлімгерім емес, бұл жандарды мен көптен танимын. Теңгемен жазу керек, 22 мен өмірде ұстазым, осы кісілерге қарап өсіп келемін, осы кісілердің ұстанымымен, осы кісілердің білімімен үлкен рахмет айтамын. Сіздерге үлкен алғыс. Және осы бүгін изумруд болуыма себепші болған, келіп отырған бүкіл командама, және бірінші осы статус жауып шыққан, кеше 2 күндікте ғана директор жауып, сонау Құлсары қаласынан директор жаттым, сіз изумруд жаттыңыз деп Марал ханым ұшып келді, рахмет айтамын. Астана қаласына келген, бүгін директор жатқан Айжанат ханым, және Құлсарда тұрған мені Гүлайым ханым Астана қаласынан келген, үлкен рахмет айтамын. Және Жезқазған қаласынан келген Райхан апай, мені таңдап өз бизнеске келген кісі үлкен бас иіп, сіздерге алғыс айтамын. Бүкіл осы таңдап, компания таңдап, біздің команданы таңдап келген бүкіл менің командама, структурама үлкен алғыс айтамын. Және өзімнің осы бизнес партнерларым Совет және қызмет қатар мүшесі Кенжебек мырза, Серік мырза, Назира ханым, сіздермен бірге жұмыс жасап отырғаныма өте қуаныштымын. Бұл кісілер компанияның мықты лидерлары, мықты көшбасшылары. Сіздерге қарап қанша білім аламыз, үйренеміз. Және енді бүгін қолдап, таңертең звондап сіз осында статус жауға тіркелсіз деп өзімнің бауырларым, сестраларым, сіңілдерім келіп отыр, рахмет айтамын. Кетіп қалып екен деп ойламадым, сөйтсем келіп құттықтап отыр. Және осы біздің бизнесіміздің жүруімізге отчетымыз жасап, біздің ақшамызды санап, бүкіл региондарымызға товарды жіберіп, бізбен байланыста жұмыс жасап отырған бүкіл администрация мүшелеріне, Мадина, басқа да администрация мүшелеріне үлкен алғыс айтамын. Енді өзім таныстырып кететін болсам, есімім Мөлдір. Осыдан 27 жыл алдым оқуымды бітіріп, үлкен оқуға түсемін, журналист боламын деп Алматыға арман болып келіп қалған жайым бар. Бірақ ойлағандай оқуға түсе алмадым. Оқуға түсе алмағаннан кейін 2 жыл оқуға түспегеннен кейін, сіздер білесіздер, біздің атақты барахолкамызды да сол жерде жұмыс жасадым. Ең бірінші лимонад сатудан ақша тауып бастадым. Лимонадты пастеризация дейді ғой, сонда бутылкалы ауыр, соны жүріп сатып, одан кейін пирожки сатып, одан чай, кофе, базарға барғанда көретін шығарсыздар, айқайлап жүреді ғой телешкамен, чай, кофе, горячий деп. Солай сауда жасап жүрдім, мороженое саттым, енді сатпаған затым жоқ деп айтуға болады, компот саттым, ең сол аяқ киім саттым. Сол кезде, бірақ мен сауда жасап жүрген кезде, айтып жатыр, біреулер осындай ақша алдым деп ойланып отырсам, мен сол бір күнде, сол заманда енді бұл кезде сауданың жанып тұрған уақытыма білмеймін, қазіргідей емес, сол барахолкада бір күнде $20 мен табыс табатын едім. Күнде ақшаларымды жинап, обменныйға барып, $20 ауыстырып алып, еще біраз мелочь ақша қалатын. Оны бір аптадан барып $100 ауыстыратынмын. Сонда мен аптасына $100 табыс табатын едім. Енді ол кезде ақшаны түсінбейміз, базардан керегімді алып, осылай ақшаны шашып, жұмсап жүрдім. 2 жылдан кейін оқуға түстім. Оқуға түскеннен кейін ақша жұмсап, үйреніп қалған адам мен
осылай мен оқуымды аграрлы университетті бітірдім. Алматы қаласында Қызылға бітіріп шықтым. Және магистратура бөлімінде бітірдім. Мен бірақ базарда жүрген кезде менде арман болатын. Мен базар бұл уақытша менің бар ойым жоғары оқу орынға түсу еді. Осы арманымды орындап жоғары оқуға да түстім, дипломымды алдым. Мен ойлаймын, дипломды алсам мен күшті бір жұмысқа кіремін, күшті ақша аламын, отырып ешқандай сауда жасамай, күшті ақша аламын деп ойлайтынмын. Бірақ мен дипломды алып жұмыс іздесем, маған ұсынатын ақшасына көңілім толмады. Өйткені ол менің студент кезде алып жүрген ақшамнан өте аз ақша ұсынды. Сонда не істеймін деген ой пайда болды. Сол уақытта мен сол университеттегі мұғалімдерім жақсы оқығаннан кейін өздеріне алып қалғысы келді. Сол жұмыс предлагать етті, оқуын жалғастыруды ұсынды. Менде ой болды, жарайды осы үйреніп қалған жерімде жұмысын жасап, ғылыми жұмыстармен айналысып, енді осы бір үйренген жерімде жұмыс жасай беремін деп сол жерде жүрдім. Енді сетевой бизнесқа мен қалай келіп қалдым? Сетевой бизнесті сол студент кезден бастап білемін. Өйткені менің әпкем Луиза Орымбетова, өзі врач. Сол кезде жұмыспен сетевой өзі негізі дәрігер ғой. Дәрігерлік жұмысын тастап, сетевой бизнеспен айналысты. Өнімді сатып жүретін, банкілер сатып жүретін, басқа жақтарға қарай кететін, постоянно қарыздар болатын. Соны көргеннен кейін мен ойлайтын, сетевой бизнесте жүру керек, сату керек. Наверное, оны сату үшін дәрігер болу керек. Деп мен ешқандай оны қабылдаған жоқпын, мән берген жоқпын бизнесқа. Мен жаңа ойым дипломды алсам, мықты, ақшасы көп, сондай жұмыс табылады деп ойым болды. Бірақ ондай емес екен. Енді мен сол дипломды алып, осындай университетте жүрген кезде менің әпкем бірақ сетевой бизнестен жақсы ақша тауып бастады. Квартирасын ауыстырды, машина алды. Енді көресіздер ғой, жағдайы жақсарып бастады. Өзінің үлкен осы Алматы қаласында өзінің структурасы үлкен офисі болды. Сол офисіне жиі барып тұратынмын. Офисіне барған кезде қызықты сабақтар болады, адамдардың историяларын ести бастадым. Қарасам, ол жерде жұмыс жасап жүрген адамдар мықты кезінде бизнесмен, крупный бизнестар болған бизнесмендер, сесінің бастығы бар, мықты мұғалімдер, академиктер жұмыстарын тастап, ол кісі осы бизнесті, сетевой бизнесті қабылдап жұмыс жасап отырғанын көрдім. Мықты врачтар жүр. Ал енді мен ол жерде тек жұмыс емес, барсаңыз жаңағы жизнь кипит дейді ғой, барсаң өмірлері қызыл сабақ болып жатыр, арман туралы айтады. Жаңағыдай шетелге бір барсам, Таиландқа жиналып жатыр, визаларын, чемодандарын жинап, сондай бір өмірлері қызықты, ақшалары жақсы киінеді, жақсы машиналар мінеді. Ал енді университетіне барсам, жұмысыма, ол жерде бір қалыпты мұғалім, сол күнделікті сабақ. Енді мұғалімдерді жайлап тыңдап бастасам, мен осы университетте айтады, 30 жыл, 40 жыл, біреу айтады, мен 50 жылдан көп осы кабинетте отырып жұмыс жасап жатырмын дейді. Сонда мен ойланып бастадым, егер мен де өйстіп қалып жұмыс жасайтын болса, мен де өйстіп неше жыл пенсияға шығамын дегенше өмірім аяғына дейін осындай бір кабинетте, бір университеттің ішінде осылай қалып қалам ба деген менде қорқыныш болды. Мүмкін сол кезде сетевой бизнесқа келмегенде қазір бір мықты бірдеңені қорғап, жаңа ғылым жолында мықты бір профессор болмағанмен, бірдеңені қорғап, жаңағыдай доцент болып па, атағым бар, бірақ ақшам жоқ, кредитім, басымнан асып, ақшамды жеткізе алмай, бір несчастный кандидат болар ма едім. Қазір өзіме өзім рахмет айтамын. Сол кезде жоқ, мен осы бизнеспен, сетевой бизнеспен айналысам деп шешім қабылдап бизнесқа келдім. Маған ұнағаны сетевой бизнестің ең бірінші дайын бизнес. Өйткені мен базарда 2 жыл жұмыс жасап көрдім, табыс та таптым. Ал бизнесқа келген кезде бәрі дайын, компания бәрі дайындап береді, дайын өнім, дайын бизнес. Осы маған қатты ұнады. Екінші ұнағаны өзіңе өзің жұмыс жасайды екенсің. Маған ол өзі қатты ұнады, өзіме өзім жұмыс жасап үйреніп қалғаным. Ал бизнесқа келген кезде осы маған осы екеуі қатты ұнады. Үшінші жағы шетел деп айтып жатыр ғой, сол адамдардың Таиландқа барып жатты, сол кезде тағы бір мемлекетке барып жатты. Солардың бәрін көргеннен кейін менде де арман пайда болды. Бүгін шетел дегенді ойламайтын да едім. Мен де шетелге барсам деген арман пайда болды. Осы
осылай бизнесті бастап кеттім. Енді білесіздер, бірден ойымдағыдай бизнес жүре қойған жоқ. Енді бірден бәрін бизнесті қырам, жоям, осындай күшті ақша табамын деп өзім келгенде ондай ойымдағыдай бірден команда құрылып, бірден бизнес болған жоқ. Бірақ бизнестен мен қалған жоқпын. Бүкіл конференциялардан қалмадым. Үлкен ақша таппасам да ақыр жетемін деп осы бизнестің соңынан қалмадым. Бүкіл конференцияларға келіп, мені наставниктар мұрсатын артқа отырамын да тыңдап кетіп қалатынмын. Конференция біткен бойда шығып кететінмін. Басталған кезде кіремін да, бірақ мен отырған кезде тек босқа отырмайтынмын. Мен всегда өзім айтатынмын, Мөлдір, сенің орның тек алдыңғы қатар болу керек. Сен алдыңғы қатарда ғана отыруың керек, сен үлкен сахнаға шығуың керек деп өзіне іштей сөз беріп армандап кететінмін. Осылай бизнесте біраз уақыт болды. Одан кейін карантин басталып кетті. Білесіздер да, карантинда енді үйде отырып қалды. Сонда мен ойланып бастадым, может бұл сетевой бизнес менікі емес шығар. Может мен бұдан байымайтын шығар. Менің маңдайыма бизнестан, сетевой бизнестан байым жазылмаған шығар. Менде үлкен команда болмайтын шығар. Может менің жолым басқа шығар деген менде осындай ойлар пайда болды. Үйде отырып мен әртүрлі баяғыдан айтты ғой, курстар сатып алдым деп. Мен де неше түрлі курстар сатып алдым. Бірақ мен сауда жасап үйреніп қалғаннан кейін, Турцияның базары бар ма, қандай жерде товар алатын бизнестер бар екен ғой, әкеп сататын онлайн. Сол бүкіл отырып алып Стамбулда қандай базар бар, бәрін изучать етіп алдым. Бірақ енді оны білгенмен ақша керек қой. Енді ойладым, ақшаны қайдан аламын? Жарайды, ақшаны тауып қарызға алу мүмкін, кредитке алу мүмкін. Бірақ ол товарды кімге өткіземін деген ой пайда болды. Ол товарды алып қарызға тағат жібек, ақшам жинай алмай жүрсем не болады деп, менде осындай қорқыныш пайда болды. Енді 2 жыл традиционный бизнеста болғаннан кейін қайта бастауға дауаламадым. Тем более өзім ол кезде қаражатымда болған жоқ бизнес бастайтын. Сол уақыттарда енді біраз уақыт өтті. Одан кейін мені осы компанияға массажға шақырды. Массаж деп шақырды. Біз домашний кружок дейміз ғой, үйге шақырып, бетіме массаж жасап берді. Бетіме массаж жасап берген кезде мен күліп кетіп қалғанмын. Енді менің қалғаным, бетін сипап ақша табу керек еді. Мен массажист болмаймын деп кетіп қалдым. Бірақ уақыт өтумен кейін мен наставниктарым офисқа шақырып, осы компанияның мүмкіндігін айтты, маркетинг планын көрсетті, үлкен болашағы бар екен, сен осы жерде мықты лидер боласың деп маған осындай компанияға түсіндірді. Содан кейін мен ойланып бастадым. Және аппараттың күшті мүмкіндік екенін айтты. Ол жерде тек массаж жасамасаң, басқа адамдарға массаж арқылы үйретуге болатынын, табыс табуға болатынын түсіндім. Мен аппарат ұстамаймын, массаж жасамаймын деген адам 2 күнде массаж жасап үйреніп алдым. Менің мақсатым осы тек сетевой бизнеспен қатар, егер өзім білдім, мен өзім сестраларым әртүрлі курстар оқып жүрді, айналамдағы таныстар, маникюр дейміз қазірді, кірпік оқиды. Неге осы мамандықты басқа адамдарға көрсетпеске, егер сұрап жатырса, аппарат алып жатса, мен көрсетіп білуім керек қой деген оймен мен 2 күнде бүкіл массажды үйреніп алдым. Күні түні массажды қарап, сосын бір клиентті шақырып массаж жасаса, маған айтады, сіздің неше жыл стажыңыз бар дейді. Енді мен стажым жоқ, өзі 1 апта болды десе, сіз как будто көп жылдан массаж жасайтын адам сияқтысың дейді. Осылай массажды үйреніп алып, оның бір плюсы, регионға барған кезде білесіздер да, жаңа региондар бар, маған ол қатты көмектесті. Қанша қыздар қазір сахнаға шығып, компаниямнан, менің командамда осы массаж арқылы табыс тауып, кейін бизнесқа өтіп, Алтынай ханым да массаждан қанша ақша тапқанын айтты. Олар осы бизнесті массаж арқылы кіріп, үлкен бизнесқа көшіп кетіп жатыр. Бұл компаниямыз өте мықты компания. Көріп отырғандай традиционный бизнес пен сетевой бизнесті қосып қойған. Осы маған қатты ұнады. Осылай мен бизнесті ойланбай бастап кеттім. Менің арманым бизнесқа келген кезде 1 миллион теңге табу болды. 1 миллион теңге тапсам, ай сайын маған бәріне жетер, мен бай адам боламын деген сияқты менде ой пайда болды. 1 жылда 1 миллион теңге алсам, ай сайын миллион теңге түсіп отырса деп. Бірақ мен 8-ші айдан бастап миллион теңге алып бастадым. Содан кейін менің ақшам түскен жоқ, тек көтерілу ғана болды. Компанияның біраз премияларын алдым осы бизнес арқылы. Енді Самбай компаниясы, мен біраз шетелге шықтым. Мен де осы бизнес арқылы ең тұңғыш рет шетелге шықтым. Қанша шетелді араладық, біраз санын есептемеппін. Және бизнес
мен ойлап Астанада осында бірнеше жыл алдым, квартирада тұрғанбыз. Сонда бізде таңертең ерте тұрамыз ғой, армандар деп айтады бізге да. Соны армандар туралы оқимыз, кітаптар оқимыз. Сол ерте тұрып шақ жасайтынымыз бар ғой, кім шақ жасайды? Шақ жасап жүреміз да, шақ жасап энергия көтеріледі, таңертең деп. Менде де сондай привычка, таңертең тұрып алып өзімше киініп, шақ жасап, есіктің жағасында тұрдық, астаналықтар болса, иә. Сосын білесіздер ғой, біз босқа жүрмейміз ғой, наушнигіміз бар, наушникті аламыз да құлағымызға тыңдаймыз. Сол бір сабақ тыңдаған кезде сондай медитация болып кеткен ғой сабақтың арасында, көздерін жұмыңдар, осылай елестетіңдер деп. Мен өзім жүріп келе жатқанымды ұмытып кетіп, наушнигімнен елестетіп, басымен кетті деп айтады ғой, басымен кіріп кеткенмін ғой сол визуализацияға. Сөйтсем, суға түсіп кетіппін. Бір суы осындай күздің кезі, тем более Астананың кезі таңертең тем более салқын болады, курткам бәрі түсіп кеттім. Соны жүгіріп келіп үйге тез киімдерімді ваннаға тастап, ауыстырып, ешкім көрмесін деп тұрмын ғой. Енді жағынан арғын еттім, қазір ешкім тұрмас екен, ешкім көрмес екен деп. Сөйтсем, племяннигім көріп қойыпты оны. Сөйтіп айтты, олар суға түсіп кетті деп. Мен біледі ғой, суға түсіп кеткен, көрмей қойсын болған. Солай күліп жатырмыз, бірақ кеше ғана өзім осы банкке барып ақшаңызды шешіп, сол есілдің бойынан, тура есілдің бойынан бизнес-центрда квартира сатып алдым. Сол артында кішкене орындалған екен. Біз жаңағы айтқан біздің карточкамызда тұрған ақшаны жоқ сияқты жүреміз ғой. Кеше банкке барып ақшалар шешіп алған кезде банкте қыз айтады, енді ақшаны шотты ашайықшы дейді. Неге десем, сіз ашуыңыз керек дейді. Өзім ойлап айттым, мына ақшаның бәрі менің телефонымда, карточкамда болған ме деп. Бұны бәрі осы бизнесқа дегеннің бұл жетістігімнің жүрегім енді бір құпиясы, сыры жоқ ешқандай. Мен осы бизнесқа келген кезде түсіндім, бизнес жасау үшін бұл бизнестің өзінің қағидалары бар, принциптері бар, жолдың да өзінің ережесі бар ғой, правиласы. Сол ережені қағиданы ұстанып білу. Ең бірінші мен өзім осы консультация дейді, консультацияны бизнесқа келген кезде қолға алдым. Ризабек мырзадан өтініш жасадым, маған консультация ай сайын жасаңызшы деп. Ризабек мырза үлкен рахмет, атқа жасаған жоқ. Мен ай сайын бір айды консультацияны пропускать еткен жоқпын, соңғы айды пропускать еттім, бірақ менде оның бәрі жазулы тұр. Жазып сызып қоямын, бүкіл ол қағаздарын тастамаймын. Ризабек мырзаның айтқан қағаздардың бәрі специально менде өзі файл бар, соған апарып жинап отырамын. Керек кезде соның бәрін қараймын, бизнесқа нені дұрыс жасауым керек деген сияқты қайтадан есіме алып қарап отырамын. Екінші мен ол тағы бизнесқа осы ключевой человектің параметрі дейді ғой, сол параметрларды орындауға тырыстым. Мероприятиядан қалмау. Мен ақша алмасам да, мероприятияға кел десе де, жарай келмеймін деп айтып аламын да, соңғы ақшама келіп, аттап отырып кетіп жүрдім. Мероприятияны қалған жоқпын. Енді көп адамдар кетіп қалып жатыр, Алматыда тұрып келмей жатқан адамдар бар, той бар, біреулер көлігім жоқ дейді, біреу айтады, сахнаға шықпай неге барамын дейді. Мен айтамын, сіз сахнаға шығу үшін результат создавать етіп, старт ұшып, компанияны сен тауып алады деп. Осындай мероприятиядан қалмауға тырыстым, қандай жағдай болса да. Осы принциптарды, қағидаларды ұстанған арқасында бүгінгі нәтиже осындай деп ойлаймын. Бұл жерде тек армандар, сол арманыңызға әрекет жасай беру, артқа қарамау. Бизнестің беретін мүмкіндігі көп. Компаниямыз енді тай-тай басқан бала сияқты, 1,5 жастағы баланы білесіздер да, енді ғана орнынан тұрып, кішкене құлап жүріп бастайды. Сол сияқты біздің компаниямызды міне тай-тай басып келе жатыр. Мен сенемін, бұл компаниямыз мықты, үлкен, алты компания болады, тек қазақстандық емес, әлемдік компания болады. Осы отырған сахнада, осы залда қалған бүкіл адамдарымыз осы компаниямыздың мықты лидерлары, мықты көшбасшылары, табысты лидерлар боламыз деп сенемін. Мен өзім ойлаймын, соның ең алдын қатарында боламын деп. Алла қаласа. Осындай бизнесті алып келген Ризабек мырзаға үлкен рахмет. Өзіміздің үйде, өзіміздің шаңыраққа кірген сияқты осындай сезім
қасыңызда бар уақыт бізбен бірге бір басқа жақтан емес басшымызда. Осыған өте қуанамын. Армандарымызды өшірмеңіздер, бәрі орындалады дегенде бізге кішкене астық жасаймыз да, может біреуге кеш, біреуге ерте, тек сеніміңіз болып, бизнесті жасай берсеңіздер, міндетті түрде армандарымыз орындалады. Ужинға барамыз деме, сұраш? Ужинға барамыз деме, сұраш? Барамыз деп айтты. Набрание.